ДНК секвенерлеу. Бұл дегеніміз ДНК-ның толық молекуласының немесе фрагментінің нуклеотидтік бірізділігін анықтау болып табылады. ДНК-ны секвенерлеу процесінен бұрын оны өте ұсақ бөлшектерге бөлу қажет. Бұл ДНК плазмидасы. Оны бактерия клеткасына енгіземіз. Бұл өз кезегінде бактерия клеткаларының үздіксіз бөліну нәтижесінде көптеген көшірмелерінің пайда болуына келеді. Бактериядан ДНК бөлініп алынды және ол секвенерлеуге әкетілді. Бөлініп алынған ДНК планшетке салынды, мұнда секвенерлеу реакциясы жүзеге асады. Енді оның үстіне ДНК-ның бос негіздерін қосамыз. Олар А, С, Г, Т және ДНК полимераза ферменті. Сонымен қатар ДНК праймерлер және түрлі түсті флуоресцентті белгілермен таңбаланған ДНК-ның модификацияланған негіздерінде қосамыз. Олар терминатор негіздері деп те аталады. Енді секвенерлеу реакциясын жүзеге асыру үшін барлық қоспаны Цельсий бойынша 96 градусқа қыздырамыз. Нәтижесінде ДНК қос тізбекті молекуламыз екі жеке тізбекке ажырайды. Енді температураны 50 градусқа дейін түсіреміз. Бұл ДНК праймердің ДНК плазмидасымен байланысуына жағдай жасайды. Температураны 60 градусқа дейін көтереміз. Нәтижесінде ДНК полимераза ферменті біріншілік ДНК-мен қосылады. ДНК полимераза негіздер қосу арқылы ДНК-ның жаңа тізбегін жасай бастайды. Ол ДНК-ның терминатор деп аталатын негізіне жеткенше жалғастыра береді. Терминатор негіздері химиялық жағынан өзгеше, сол себепті ДНК-ның жаңа тізбегіне тағы да негіз қосуға болмайды. ДНК полимераза ферменті терминаторға жеткенде тізбектен босайды. Температураны қайтадан 96 градусқа көтергенде ДНК-ның жаңа тізбегі ескі тізбектен ажырайды. Қыздыру және суыту процесі бірінен соң бірі қайталанып жасалады да, ДНК-ның әртүрлі ұзындықтағы көптеген фрагменттері алынады. Әр фрагменттің ұзындығы терминатордың қайда қосылғанына байланысты. ДНК тізбегін оқу үшін электрофорез деп аталатын процестің көмегімен әртүрлі фрагменттер бөлініп алынады. Капиллярлы түтікше салынады, нәтижесінде капиллярлы түтікше бойымен ДНК-ның теріс зарядталған молекулалары жылжиды. Әрбір капиллярда гель болады, оның бойымен ДНК-ның ұзын фрагменттеріне қарағанда қысқа фрагменттері оңайырақ өтеді. Нәтижесінде қысқа фрагменттен ұзын фрагментке қарай көлемі бойынша орналасады. ДНК фрагменттері капиллярлы лазердің соңына жеткен кезде терминатор жанады. Ол камерамен анықталып, суретке түсіріледі. Әр терминатор негізінің өз түсі болады. А жасыл, С көк, Г сары және Т қызыл. ДНК-ның қысқа фрагменттері бірінші, ал ұзын фрагменттері ең соңғы болып оқылады. Секвенатор терминатор негіздерінің түсін жазып алады да түрлі түсті блок жасап шығарады. Әрбір блок ДНК фрагменттерінің соңындағы терминатор негізі болып табылады. Түстерді әріптерге ауыстыру арқылы біз ДНК фрагменттерінің тізбегін аламыз.